Қайырлы күн достар, сіздермен Идеал кек парақшасы. Бүгін сіздермен Цезарь салатын жасап көреміз. Бұл менің авторлық салатым деп айтсам да болады, себебі осы соустың ішіне мен бір ингредиент қосамын, соны қосқан кезде өте дәмді болып шығады. Сол себепті видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз, алда бұдан да қызықты рецепттер болады. Бізге керекті ингредиенттер ең алдымен осы тауықтың филесі, және де тұз, сарымсақ, сұйық май, су және де копченый паприка қолдандым. Сіздерде копченый болмаса, кәдімгі қызыл паприканы да қолдансаңыздар болады. Барлық ингредиенттердің мөлшерін төменде описанияда жазып қалдырамын. Қазір біз осы тауықтың филесін мариновкасын жасайтын боламыз. Ең алдымен филені жақсылап тазалап жуып, осылай үлкен-үлкен бөліктерге бөліп турап алдым. Үстінен тұзды, паприканы және де сұйық майды құйдым. Сарымсақты үккіштен өткізіп салып, жақсылап араластырып алдым. Менің каналыма кіріп қарасаңыздар, бұдан да басқа дәмді салаттардың, басқа да тағамдардың, торттардың рецептін таба аласыздар. Араластырып алдық. Үстінен бір стакан суымызды құйып, газға қойып, жақсылап бір қайнатып аламыз. Содан соң барып, ең төмен градусына қойып, үстін жауып, жақсылап 40 минуттай бетін жауып пісіріп аламыз. Жұмыртқаларды да пісіріп алуымыз қажет. Менде осындай тауықтың жұмыртқасы. Мен бөдененің жұмыртқасын таба алмадым. Сіздер тапсаңыздар, сол жұмыртқаны да пайдалана беруге болады. Менде S2 деген өлшемдегі жұмыртқа, бұл да кішкентай. Осыны да пайдалана беруге болады. Тауықтың еті пісіп шықты, тарелкаға салып алдым және де жарты пиалайдай сорпасынан алып қалдым, себебі қазір соусына қосатын боламыз. Тауықтың етін жақсылап турап алдым. Негізі дайын сүрленген тауықтың етін қолданса да болады. Не барлығын кесіп алдық, өте әдемі болып кесілді. Енді жұмыртқамызды ортасынан бөліп, тағы да 3 бөлікке бөліп, барлығын осылай турап аламыз. Черри қызанақтарını жақсылап жуып, ортасынан бөліп, турап алдым. Енді ыдысқа осы салат жапырақтарын қолымызбен турап аламыз. Пышақпен турауға болмайды, себебі тез солып қалуы мүмкін. Сол себепті қолмен жай ғана осылай турап шықсақ жеткілікті. Турап алдық, үстінен қызанақты саламыз, аз мөлшерде алып қаламыз. Себебі қазір оформлениясын жасайтын боламыз. Жұмыртқаны да етті де дәл солай салып, аз мөлшерден алып қалыңыздар. Мен осындай дайын кирешки сатып алдым. Соның бір упаковкасын салып, одан да азырақ осылай алып қаламыз. Соусын дайындаймыз. Ең алдымен майонездің үстінен жарты лимонның суын сығып шығарамыз. Сарымсақты да үккіштің майда тісінен шығарып, осылай салып алдым. Және де жаңағы алып қалған сорпамызды да аздап құйып жібереміз, жақсылап араластырамыз. Сіздерге айтқан құпия ингредиент осы, зернистая деген. Горчицаны қосамын, сол кезде дәмі өте ерекше болып, дәмді болып шығады. 1,5 шай қасықтай салып алдым, жақсылап араластырамыз тағы да. Сіздерде дәл осы горчицаны тауып, міндетті түрде қосыңыздар. Соусымызды дайындап болдық. Мен салатты бірден дастарханға қоямын, сол себепті қазір соусыны қосып араластырамын. Егер сіздер қонақтарды күтетін болсаңыздар, сол қонақтар келетін кезде ғана соусты араластырып, содан кейін дастарханға қойсаңыздар, салаттың нандары еріп кетпей, жақсы қытырлақ болып тұрады. Егер алдын ала оны соусын араластырып қойсаңыздар, нандары жібіп кетуі мүмкін. Сол себепті осыны ескеріңіздер. Салатты осындай үлкен 2 тарелкаға салып алдым. Енді жаңа алып қойған жұмыртқамызды, етімізді, қызанағымызды, нандарымызды үстінен осылай қойып шығамыз, және де үккіштен өткізіп, ірімшігімізді де үстінен салып шығамыз. Міне достар, Цезарь салатымыз дайын болды. Өте оңай дайындалады. Сол себепті қорықпай жасап көріңіздер. Дәмі енді ресторандағы салаттан да өтіп түседі. Тек осы рецептпен жасайтын боласыздар. Сол себепті лайк басып, сұрақ пікірлеріңіз болса, комментарияда жазып қалдырсаңыздар болады. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.